Батыс Қазақстан облысы Байтақ Асылдар партиясының филиалы қаңтар айынан бастап тіркеліп жұмысын жасап келе жатыр. Онда беделді жақсы жұмыс істеп жатқан партия мүшелері де бар. Жасап жатқанымыз енді елімізге экологиялық мәселелерді көтеру, халықтың тұрмыс жағдайында жақсарту жолдарын айту, басқа да сұрақтармен сол партия мүшелері айналысып жатыр. Алдағы уақытта аудандардан өзіміздің өкілеттіктерін біз ашқымыз келіп жатыр. Партияға тіркеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осындай көп мәселелерді қамтып жатырмыз. Жоспарларыңыз қандай? Тағы да экологиялық мәселе қандай болып жатыр? Негізі Батыс Қазақстан облысы бойынша айтарлықтай. Батыс Қазақстан облысында енді экология жағдай ондай жаман деп айта алмаймын. Бірақ әлде де жүргізетін жұмыстар көп. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарын дұрыстап жұмыс істету, экологиялық білімді арттыру, халықтың ағаш егу жұмыстарын жүргізу молырақ. Кішкене біз қалың қарап жатқан жағымыз сол болар деп ойлаймын. Көп аудандарда ағаш егуді ұйымдастыру. Жаңағы сіздерде киік жануары өте маңызды және саны ұлғайып жатыр дейді. Енді қазір қоғамда қандай адамдарға дейді, жаңағы өміріне байланыстыру керек, пайдалану жолын дұрыстау керек. Киік Батыс Қазақстанда ең алдыңғы қатарда тұрған қазір шешім табатын жұмыс деп ойлаймын. Себебі олар өсімі өте молайды. Қазір санақ бойынша 1 миллион 50 мың деп берді, бірақ ол тумас бұрын есептелінген жағдай. Өте тығыз қазір аудандарда оның өсімі ауыл шаруашылығында зияндарын келтіріп жатыр, халықтың тұрмыс жағдайына. Енді реттеу мәселелері шешіледі деп ойлаймын. Алдағы уақытта кешеде алды май айында болып өткен конференцияда соның бәрі айтылды. Халықтың сөзі жеткізілді мемлекетке. Үкімет өзінің шешімін қабылдайды деп ойлаймын. Мен пайдасын көріп, сол киіктің сол жергілікті халық жақсы жағдайына қарай өзгереді деп ойлаймын. Қай өңірлерде киіктер жақсы дамыған біздің елімізде? Біздің енді Батыс Қазақстанда Жайық өңірінің киіктері, оны популяция, Волга Жайық популяциясы деп айтады. Біздің қазір 4 ауданымызда, оңтүстік аудандарымызда, Бөкей Ордасы, Жаңғал ауданы, Казталовка және Жәнібек аудандарында қазір төлдеп жатыр. Киіктің сіздерде тек қана бір түрі ғана бар, олар өздері бөлінеді ғой породасына. Жеріне ғана бөлінеді, ол киікті популяция деп айтады. Жаңа өзінің мекен еткен жеріне байланысты. Ол Бетпақдаланікі бар, сосын Үстірттікі бар. Волга Жайық популяциясы біздің Оралда, Батыс Қазақстанда орналасқан. 3 популяция айтылады бұл жерде. Мекендеуіне байланысты бәрі бірдей.